Баршаңызға сәлем. Бүгін біз киім сату орталығындамыз және де экранда көрсетіліп тұрғандай 5 түрлі атақты фильмдердің кейіпкерлерінің образдарын жинап сіздерге көрсететін боламыз. Ал сіздер бізбен бірге қарап, оған 1-ден 10-ға дейін баға беріп кетіңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Достар, бірінші кейіпкерімізге осындай образдарды жинақтап жатырмыз. Қазір ұқсастық бар ма, болады ма, бірге көретін боласыздар. Біз осы образдарды жинақтадық. Қазір сіздерге нәтижесін көрсететін боламыз. Ұқсастық бар ма, жоқ па, бағасын бересіздер. Men in Black агент М'ді алдық. Құпия агентте бұл жерде қара костюм десе бірден еске түсетін ең классикалық фильмдердің бірі. Стилімізді айналдырып. Келесі кейіпкер бізде Миранда Присли. Біз Миранда Прислидің образын қарастырып көрдік. И қазір біз осыны киіп көретін боламыз. Алып кеттік. Достар, біз Миранда Присли кейіпкеріміздің образын құрастырып көрдік. Барынша тырыстық енді. Қалай ойлайсыздар? Ұқсастық бар ма, бағалып кетіңіздер. Біз келесі кейіпкеріміздің образын дайындадық және де сол образды қазір киіп сіздерге көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар және де бағалап кетіңіздер. Біздің келесі кейіпкеріміздің образы Эльвудс. Эльвудс өзінің ашық қызғылт түсімен ерекше адвокат түріндегі кейіпкер. Ол өте осындай розовый түстерді жақсы көреді. Сондықтан да біз осы образды киіп көрдік. 1-ден 10-ға дейін баға беріп кетсеңіздер. Бізде келесі кейіпкер Джули Робертс, яғни біз «Красотка» фильмінен алып отырмыз. Ол жерде Джули Робертс осындай образда киінген, осындай қара пиджак и джинсы. Бұл өте қарапайым стиль, сондықтан біз осыны қазір киіп көретін боламыз. Сіздер алып бағалап кетіңіздер. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you're not the truth. Келесі кезекте Блэр Уолдорфтың, яғни кейіпкердің осындай бір ұқсас түстегі бір джекетпен юбкасын көрдік. Бірақ бізде осындай ас түсімен бірге тігілген. Осыны қазір киіп көреміз. Ұқсастық бола ма? Сіздерден жауап күтеміз. Комментарияға жазып отырыңыздар. Сәлем, достар. Сәлем. Достар, бізде осымен аяқталды. Және де біз осы кейіпкерлердің образдары сәйкес келді ме жоқ па сіздерден жауап күтеміз.
Иә, сонымен қатар кейіпкерлермен біздің сәйкестендірген образдарымыз ұқсастығы бар ма? Және де 1-ден 10-ға дейін өздеріңіз әр образымызды бағалап кетіңіздер, және де пікірлеріңізді комментарияда күтетін боламыз. Всем пока!